Қайырлы күн каналымның тыңдармандары. Біздер эссе жанрында қалам сілтеп, тезиске де келіп қалдық. Тезис кіріспе бөлімінің 4-ші сөйлемі. Бұл да өзектілік секілді бір ғана сөйлеммен беріледі. Жалпы тезис туралы көп жерден естіп жүрміз, көптеген жанрларда бізде тезис жазылады. Қазақ тілі әдебиеті пәні мұғалім болғандықтан көпшілігімізге тезистік жоспар жазу ол таныс. Әсіресе қазақ тілі пәндерінде берілген мәтінге тезистік жоспар құру туралы тапсырма беріледі. Сондықтан тезисті кез келген жанрда білеміз, естеміз, жазып жүрміз. Көптеген жұмыстарда тезисті біз қолданамыз. Тезис жазатын немесе жазылған жұмыстың мазмұны. Тезиске сол тақырып бойынша өзіндік пікірімізді жазамыз. Тезис деп берген бір ғана сөйлеміміз арқылы эссенің не туралы, қандай тақырыпта екенін айқын көрсетіп береміз. Тезис эссенің жүрегі, мазмұнның тірегі. Тезиссіз көптеген жазба жұмыстары құрылмайды, яғни ол эссенің ең маңызды бөлшегі. Сондықтан оны эссенің жүрегі деп атаймыз. Тезис жазарда біз тағы да кілт сөздерге сүйенеміз. Айтар ойымыздың, кілт сөздердің, келтірер аргументтеріміздің бәрі осы бір ғана жай сөйлемнен тұратын тезистің ішінде жымдасып, қиюласып тұруы автор тарапынан асқан шеберлікті қажет етеді. Эссенің өн бойындағы ойды бір ғана сөйлемге сыйдыру мүмкін бе? Міне тезистің қиындығы да осында. Тақырыптағы кілт сөздердің өзі немесе синонимдері осы тезисте тұруы басты шарт. Тезис эссе жазу үшін бағдаршам секілді. Себебі мен өз басым тезисті аргументтің іргетасы деп санаймын. Алынатын 2 не 3 аргументімізде осы тезистің ішінде жатуы тиіс. Тезисіміз бен өзектіліктің арасында байланыс болуы керек. Және эссе жазғанда әр бөлімнің арасындағы логикалық ой байланыстың болуын назарда ұстаймыз. Тезис пен аргументтер және қорытынды бөлімдегі тұжырым өзара үндес, сабақтас ой жүйелігі сақталып отыруы қажетін назардан шығармауымыз қажет. Олай болса, мен сіздерге алдыңғы сабақтарда бастаған күй, киелі де құдіретті өнер тақырыбындағы эссенің тезисін жазып көрсетейін. Тыныс тіршілігімен біте қайнасқан күй тек қастерлі өнер ғана емес, ел ішіндегі түйткілді мәселелерді шешуге арқау болған. Байқасақ, күй, өнер, қастерлі деген кілт сөздеріміз тезистің ішінде тұр. Және бұл жерде құдіретті, киелі деген сөздің орнына синонимі алынған, қастерлі деген синонимі алмасып алынып тұр. Енді алынған тезисімізге мән берейікші. Сөйлемде күйдің қазақ халқы үшін тек қастерлі өнер ретінде саналмай, күнделікті өмір сүру салтымен, тыныс тіршілігімен өте тығыз байланыста болғанын көреміз. Яғни күйді тек өнер ретінде бағаламаған, ол арқылы қиын мәселелерді шешіп отырғанын айтқысы келгенін түсінеміз. Бір сөйлемге бірнеше ақпаратты сыйғыза білу шеберлігі тезис жазушыға өте қажет. Артық сөздердің орнына мағыналы да мәнді сөздерді қолдану арқылы ойды жүйелеп, жай сөйлемдерге сыйғызуға болады. Видеомның алдыңғы бөлігінде мен сіздерге аргументтердің іргетасы тезис болады деп едім. Олай деуімнің себебі тезистегі ойларымыз аргументтерде көрінуі тиіс. Мысалы, мен аргументтерімде күйдің тек киелі өнер ғана емес, басқа да қырларын ашып дәлелдейтін боламын. Оны аргумент сабағының еншісіне қалдырамын. Сабақтардың бір-бірімен тығыз байланыста екенін байқадыңыздар. Сол себепті әр сабақты қалдырмай көріңіздер. Сіздерге әр сабағымда берілген сөйлемдерді жазу үшін, эссені оңай үйрену үшін түрлі әдіс-тәсілдерді ұсынып келемін. Бүгін де тезис жазу үшін өзіңіз немесе оқушыға үйреткіңіз келсе, қарапайым сабақтарда қолданатын әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалануға болады.
Бұндай қарапайым сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдердің көмегі өте зор. Мысалы, идея туралы пікір. Бұл әдісте оқушыдан сұраққа жауап алған соң, бұл ой туралы басқа оқушылардың пікірін сұрай отырып, ойлау логикасын дамыта аламыз. Бұл жерде қай оқушының пікірі жақсы болды, соны тезис ретінде алуымызға болады, және оның неге тезис бола алатынын оқушыларға талдап көрсетсек, тіпті нұр үстіне нұр болады. Ары қарай бізде калейдоскоп әдісінде оқушыларды шеңбер бойына тұрғызып, тақырып бойынша өз пікірлерін айтқызып, жақсы пікірді таңдатамыз. Калейдоскоп әдісінде өз қалауларыңызша түрлі бағытта өзгертіп ала берулеріңізге болады. Жалпы сабақта қолданылатын кез келген әдісті өз ыңғайларыңызға қарай ала берсеңіздер болады. Жалпы бұл әдістердің бәрі оқушының ойлау қабілетін, сөйлеу қабілетін дамытады. Бұрынғы кезеңде сабақта ширату жаттығу болған кезде бір сөйлем әдісін өте жиі қолданатын едім. Бір сөйлем әдісі арқылы балалардың қандай көңіл күйін сұрайтын едім. Енді бұл жерде осы бір сөйлем әдісін тезис жазуға да қолдануға болады. Тезис жаздыруда тақырыпты талдата келіп, оқушыларға пікірін бір сөйлеммен айтқызамын. Бұл әдістер оқушы үшін қиын жұмысты жеңілдетеді. Топтық, жұптық жұмыстарды талдау арқылы тезисті өте оңай әрі тез жаздырып үйретуге болады. Құрметті тыңдармандарым, біздер бүгінгі сабақта тезис жазудың қыр-сырымен таныстық. Яғни тезис дегеніміз бұл тақырып бойынша, мәтін бойынша өзіміздің бір сөйлеммен жазған қысқаша пікіріміз екен. Алдағы сабақтардан қалмаңыздар. Қазақша каналдарды қолдап таралуына, ары қарай дамуына үлестеріңізді қосып, таратыңыздар, жазылып, үліпіл басып, пікір жаза отырыңыздар. Өздеріңіздің жазған тезистеріңіз болса, маған пікірлер бөліміне жазыңыздар. Мен қуана тексеретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.